Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тіліндегі advice және advice сөздерінің айырмашылығын білетін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Бірінші advice сөзі C әріпімен берілетін болса, зат есімнің қызметін атқарады. Ал егерде S әріпімен берілетін болса, етістіктің қызметін атқарады. Мысалға назар аударайық. Her advice helped me make a better decision. Оның кеңесі маған жақсы шешім қабылдауға көмектесті. Екінші мысалға назар аударайық. I advise you to read the instructions carefully. Мен саған нұсқаулықты мұқият оқуға кеңес беремін. Сонымен қатар бұл екі сөздің дыбысталуында да айырмашылықтар бар. Бірінші advice сөзі зат есім ретінде С дыбысы арқылы дыбысталады. Ал етістік ретінде advise деп З дыбысы арқылы дыбысталады. Келесі ескеретін мәселе, бұл сөз саналатын зат есімге жатпайды. Яғни біз бұл сөзге S жалғауын жалғай алмаймыз. Және бұл сөздің алдынан белгісіздік артиклін қолдана алмаймыз. Келесі мына екі мысалға назар аударайық. Сіздің ойыңызша бұл екі мысалдың қайсысы дұрыс? Жауабы бірінші мысал дұрыс. I need some advice, ал екіншісі қате. I need an advice. Жаңа айтып өткенімдей, біз бұл сөздің алдынан белгісіздік артиклін қолдана алмаймыз. Ал ендеше бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті болса, осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап, пікір бөліміне қалдырсаңыз болады. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыз.